АКШ Иранга каршы жаңа науқан бастады. Вашингтон Иранның барлық кіріс көздерін бұғаттап, елдерді Тегеранмен экономикалық байланыстарын тоқтатуға шақырды. Егер елдер бұл талапты орындамаса, АКШтың жауап шараларына тап болатынын мәлімдеді. Операция экономикалық аутсайдер деп аталады. Оның мақсаты Иран режимін оқшаулау. Good afternoon. Every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime. Iran now faces a very clear choice with only two paths before them: complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy. Бесенттің бұл ескертуі АКШ пен Израильдің Иранға жасаған соққыларынан шамамен 6 ай өткен соң айтылды. Сол соққылар аймақтағы соғыстың басталуына себеп болған еді. Соңғы айларда қақтығыс негізінен тығырыққа тірелді. Келіссөздер тоқтап, Ормұз бұғазына қатысты шиеленіс күшейді.